мынаны қараңдар, ұзын астынан қан болып жатыр ғой мынау. КР дейді. Ойбай, әкеңнің ауы. Айбай. Лаборатория. Вот міне лаборатория кілті бар бізде. Аш давай. Ойбай, әкеңнің ауы. От души айғайлайтын болдық қой. Ема, осындай скример шыққан сайын. Бәріне сәлем, бұл Мейірбек арнасы, және бүгін мен өте керемет хоррор карта өтетін боламын. Хоспитал бірінші бөлімін өтетін боламыз. Короче, бұл деген видеоның бірінші бөлімі емес, бұл картаның бірінші бөлімі. Екінші бөлімі бар алдағы уақытта, онда өтетін боламыз. Давайте осы видеоны бастамастан бұрын лайктарыңды басыңдар, арнаға жазылыңдар. Мен осымен видеомды бастаймын. Хоспитал дегеннен кейін түсіне беруге болады, аурухана туралы хоррор ойын екені. Бұл өте керемет хоррорлардың бірі деп ойлаймын. Скримерлер болатын шығар, бұда тоже. Мына жақта топырақ тұр. Бұл может керек шығар, бәлкім алып қала салайық. Окей. Плей, давай кеттік, ойнаймыз. Хоспитал, әне, интро шықты. Так, көреміз ал. Артқа қараймыз дегендей, әдеттегідей атмосферный, просто бомба мынау. Бас шырақтың жаны бөшуі. Мына жақта тоже қан, пан, жалюзи терезедегі. Так, мына жақта сандықта дым жоқ екен. Мына жақта шы. Міне камера тауып алдық. Давайте камераны қосайық. Давай қосайық дейм. Қосайық дейм камераны. Қосайық та? Қосылмай ма не? Окей. Мынау ашылама? Жоқ. Мына сандықтың ішінде не бар? Жоқ. Мына сандықтың ішінде жоқ. Жарайды, осы камераны өзі жететін шығар. Битем ба, или что-то түсінбей тұрмын бұл камераны қайтып киетінін. Окей, біздер кете берейік. Ары қарап көрінбей бара жатса көреміз енді. Картинка. Мынау деген просто атмосферный енді. Наңғырыңдар, қан, шырақтың жаны өшуі, көздеріңді ауыртуы мүмкін. Так что яркості барынша 100-ге қойыңдар. Рум 14 дейді. Так, міне госпитал бізде. Ойбай, хоспитал. Ойбай, мынау ашылмайды екен ғой. Так, бізде мынау рум 16 ашылды. Кеттік, осы жаққа барамыз дегенде скример жоқ па? Окей, скример жоқ. Так, мына жақтар сандықты қараймыз дегенде медикайн, аптечка бар екен дегенде. Мына жақта тоже аптечка, бәлкім керек болар, маған алып қала берейін. Мына жақта тоже аптечка бар екен, неғып іштеме жоқ. Аптечка бар тағы да. Так, біздерде енді бұл жерде қашып шығуымыз керек. Главный мақсат. Так, мына жақтарды көруіміз керек. Мынаны қараңдар, ұзын астынан қан болып жатыр ғой. КР дейді. Ойбай, әкеңнің ауы. Айбай. Жақсы, атмосферный просто. Шошты ғой, әжептеуір. Мынаны қараңдар, мынау басты қараңдар. Базар жоқ бар ғой. Жарайсын, осылай шошта бер десен де. Көп скример шықпай қойсын, надан да шошып кетейін деп қалдым ғой. Бақырғанда шошитын бірақ. Мынаны ашып қарамаппыз ғой біздер. Рычагты таптық біздер. Так, енді қайда барамыз біздер? Мына жақта ашылама өзі? Ашылмайды. Так, біздер мына жақты көреміз. 17 рум ашылмайды бұл тоже. Мынау неме? Лаборатория кей дейді. Окей, мына жақта лаборатория, окей, не дедім өз. Мына жерде please fall in line дейді. Түсінбедім онысын. Employees only. Білмеймін, ал мына жақ ашылады екен ғой, кіре берейік. Так, мына жақта бізде тоже медикайн. Мына жақта не бар? Тоже медикайн. Осы не үшін қажет, медикайн. Так, мына жақта бізде тоже медикайн бар екен. Мына сандықтың ішінде бір қызықты зат болар десем, тоже медикайн бар. Білмеймін, бұл медикайн бәрін не істей береміз. 12-ден көбейген жоқ па мына жерде, или көбей батыр ма, түсінбедім. Рум 13 ашылмайды. Лаборатория, вот міне лаборатория кілті бар бізде. Аш давай. Ойбай, әкеңнің ауы. От души айғайлайтын болдық қой. Осындай скример шыққан сайын. Ана байқаған жетел ғой анау. Жетел ғой Майнкрафтта. Қанды қараңдар. Просто дауыспен сөйтіп шығып қалатын болса, любой адам шошиды негізі. Бәрін ашып қарайық, медикайн алмай қояйық медикайн. Так, мына жақта тоже, мына жақта тоже. Мынау айтпақшы, хоспитал болған екен, мына медикайн дұрыс қой негізі.
Так, мына жақта тоже, жоқ, мына жақта кілт room 14 кей дейді. Иә, сосын бізде демек бір бөлмеде бірақ нәрсе болады деп ойлаймын мен дегенше. Өйткені көп нәрсені бір бөлмеге жасыра бермейді. Мына жақта компьютерлер дегендей. Иә, просто атмосферный база жоқ бар ғой. Так, енді кеттік біздер деген 14-ші бөлменің кілтін ашамыз. Кілтімен бөлмені ашамыз дегендей. Мына жақта 16, мынау демек бізде 15. 14 қайда сонда? 14 міне тұр. Давай ашамыз. Мына камераны басқа киіп алатын шығармын мүмкін. Давай ки. Жоқ, кимейді. Мына камера істемей тұр, что-то істесе болар еді негізі. Давай ашайық 14-ші бөлмені. Так, скример шықпады, иә? Жақсы, мен скример шығатын болар деп дайындалып отыр едім. Мына жақта Stairs дейді. Stairs деген не ол? Давайте осыны сендер перевод жасап комментарийға аударып кетіңдер. Так, room 15, мынау Stairs кей. Бізде мына жақта 16-ші room. Мына жақта бізде 19-ші room. 19-ші бөлме, room деген жалпы бөлме. Мына жерде бізде Stairs осы, иә. Кеттік. Давайте, достар, скримерге дайындалыңдар десем, ёбаный, ана шошқа шошты ғой мені. Өзі ақ шошты ғой, шошқаның картинканы өзі. Мынау пәске түсіп кететін нәрсе екен, иә. Жақсы болды, біздер деген хоспиталдан қаша аламыз енді. Мына жақта 5-ші бөлме. Скример неғса шықпай қойшы өтінем. Тұра тұрына бөлмелерді қарап кетуіміз керек. Бізге по-любому кілт шыққаса тағы да. Мына бөлме ашылмайды. Өте жай жүреді бар ғой, өте жай жүреді. Егер тез қимылдайтын болса, ол, конечно, онша қорқынышты болмайды. Ашылмайды. Так, еще андай 40 несінде ғой, андай поле зрения шы, 40 несінде. 40-та тұр, в общем. Не деп атырмын өзі. Так, мына жақта не ал дейді? Surgery room дейді. Surgery room. Мынау ашылмайды тоже. Мынау сандық. Мынау ашылады екен. Мынау Surgery room. Вот. Мынаның кілті, яғни ашамыз. Скример давай. Скример. Жоқ, скример шықпады. Дайындалып едім. Окей. Біз байқамаған кезде шығады скример. Адуша айқайлатады. Міне 6-ші бөлменің кілті. Не ал дейді? Why is that in the window дейді. Тұра тұрына терезеде немене бәле дейді ма? Терезе болды ма жаңа? Терезе қайда болды? Терезе болмады ғой бізден мына жақта. Окей. Бастар жатыр дегендей. Так, мынау свет жанып тұр әйтеуір дегенде. Бізде мынау 6-ші бөлменің кілті. 6-ші бөлме бізде, 5-ші бөлме мынау. Төбеде болды ма? Житель. Все, бәсет, ано терезедегі не еді? Житель екен ғой? Бәсе. Енді бізге 6-ші бөлме, может, ошақта шығар, төбеге шықпай қоямыз ба деп жатқаным ғой жаңағы. Мынау 8-ші бөлме, мынау 10-ші бөлме, мынау 11-ші бөлме, мынау 12-ші бөлме. Блин, сонда 6-ші бөлме төбеде ма? Или мында болды ма? Может, осы шығар 6-ші бөлме. Қазір көре салайық осыны. Бәсе, осы екен ғой. Давайте кіреміз ішіне, достар, давайте дайындалыңдар. Скример жоқ тоже, иә. Жақсы болды. Скримерлер болмай-ақ қойса екен, жаман шошып жүрмін мен өз. Room 10. Немене бәле, бөлмелердің кілттерін жасырады, оларды ашып, ішінен тағы кілтті алып, сөйтіп жүре береді екенбіз да, иә. Окей, қызық болмай жатыр, что-то. Маған бірақ қызық болмай жатыр дегенде қорқыныштылау, иә. Мына жақта қазір 11-ші бөлменің кілті болса таң қалмаймын мен деген бар ғой. 11-ші бөлменің кілті болса таң қалмаймын. Айттым ғой міне 5-ші бөлменің кілті. Тұра тұр. Someone is coming, I got to hide. Кешіріңдер, мен ағылшынша онша оқи алмаймын, одан кейін түсінбеймін. Мына жерде примерно түсінемін да, бірақ примерно. Мынау 5-ші бөлме, яғни кеттік. 5-ші бөлмеге кіреміз, айғайлаймыз десем айғайлатпады. Иә, жақсы, айғайлатпаған дұрыс. Бізде мына жақта жоқ та еш нәрсе. Мына жақта екен ғой. Бәсе, ашатын зат болу керек әйтеуір. 1-ші бөлменің кілті. Кеттік ал. 1-ші бөлме бізде жоғарыда ма, әлде пәсте ма? Кеттік, пәске бірінші түсіп көрейік. Меніңше жоғарыда 1-ші бөлме болған жоқ, так что осы жаққа түсіп көреміз. Key room дейді ма? Кілт. Демек біздер главный есікті осы жақтан табамыз да?
все түсінікті. Мынау жалпы достар көрініп жатыр ма сендерге? Маған көрініп жатыр дегенмен ана нені көтеру керек. Мына жерде Blood Bank дейді. Иә. Control Room дейді. Иә. Сосын бізде мына жақта Please fall in line тоже сондай. Мынаның ішінде Medicine. Короче, достар, мен яркістарыңды көтеріп алыңдар, егер көрінбесе, яркістарын көтерсеңдер, сонда көрінетін болады, иә. Мына жақта неме? Мынаны қараңдар, мына картаның минусы десең. Иә, бізге осы главный выходқа шығу керек. Міне бірінші бөлменің кілті, яғни ашам. Әкеңнің ауы сөйлеп жатқан кезде шығады да айғайлатады. Тілім тістеп алдым ғой, әкең. Так, мына жақта үшінші бөлменің кілті, уже тотығып сөйлей алмай жатыр. И тоже үшінші бөлменің кілті. Немене біле, үшінші бөлме екеу ма? Сонда 1, 2, 3, 3, 4 деп кеткен бар. Так, окей, не болса да екі кілт таптым әйтеуір. Мынау үшінші бөлме, вот. Кеттік ал. Еба. Ашамыз, естілерге дайын тұрамыз. Еба, от души айғайлап атым, әр шыққан сайынша қорқпауға тырысам деймін де, бірақ что-то қорқып атырмын мен деген. Room K дейді. Демек анау кілттердің бөлмесінің кілті ғой мынау. Кілттер сақталатын бөлменің кілті. Кеттік, сол жаққа барамыз бірден. Мынау үшінші бөлме ма тоже? Жо, екінші бөлме бұл. Кеттік, давай. Тезірек қашу керек мына хоспиталдан бізге. Так, мынау бізде сондай болды емес па? K-room, иә. Давай, ашамыз. Скример ма тоже? Жо, скример жоқ. Мына жақта кілттер қан. Міне кілттердің көбісі. Мынау қандай кілт? Control Room K. Аха. Все, демек жоқ. Мынау тек біз Control Room K таптық. Ол бізде мына жақта. Давай, мына жаққа барамыз. Control Room K. Давай, аш. Сосын кіргенде скример жоқ. Құдайға шүкір, скример жоқ. Скример болмасыншы вообще. Мынау Close. Давай, осыны бүйтіп қояйық. Close exit. Yes, exit is open дейді. Шығатын жағы ашылды дейді. No, I can get out of this place. Ошын сондай, короче. Достар, біздер деген біз шығатын жақты таптық. Кеттігенде шығамыз. Ура! Давай, дұрыстап шықсаш. Все, thanks for playing дейді. Ойнағаныңыз үшін рахмет дейді. Ал достар, біздер осы картаны да өттік. Сендерге қорқынышты болды ма? Сендерге ұнады ма осы видео? Давайте, ұнаған болса лайктарыңды басыңдар, комментарийға жазып кетіңдер, қорықпаңдар. Мен осымен видеомды аяқтаймын. Келесі видеоларда жолыққанша аман сау болыңыздар.